Ұрпақ тәрбиесіне ерекше ден қойған қазақ халқы қыз балаға ертең ибалы келін, одан соң абзал ана атанасын деп, бала кезден ұлтымызға тән асыл қасиеттерді бойына дарытуға, ана тіліміз салт дәстүрімізді үйретуге үлкен мән берген. Сол себепті қыз баланы бетінен қақпай, қонақ санап, аялап, сондай-ақ қызға 40 үйден тыю дей отыра әр нәрсенің орнын түсіндіріп өсірген. Армысыңдар балалар? Біздің де әңгімелейін деп отырғанымыз несібелідей сұлу да сүйкімді, ақжарқын, ашық, ақкөңіл анадан тәрбие алған, бала кезінен батылдығымен, ерекшелігімен, адам бетіне қарсы келмей ерке өскен Ұлпан жайында болмақ. Ендеше назарларыңды бейне таспаға аударыңдар. Ұлпан, мен арзанға түспейтін қызбын дегенде не айтқым келді? Сол күн батқа түсерің дүние малы болса да батмақаш. Мені ешкім сатпайды да, мал да алмайды. Әке-шешемнің өз малын бағып алуға да шамасы жоғын білесіз емес пе? Сіз мені қайыңызге кіргізбексіз. Отау үйге кірем десең, отау үй бар. Үлкен үйге кірем десең, үлкен үй бар. Қалағаның болсын. Жоқ, маған оңаша отау, ойнағы үй керек емес. Мен үлкен үйге кіремін де төріңізде отырамын. Соған туысқандарыңыздың көзі үйренер ме екен? Бірақ күнде үйренеді. Есеней ордасының бәйбішесі сен боласың. Есеней, екеуміздің арамызда ең кемі 40 жылдық айырма бар. Осыны ойладың ба? Ойладым жаным. 40 жыл болса қайтейін. 40-қа келгенде еліміздің Есенейі сен болып қаларсың. Оған дейін сен менің Есенейім болып жүр. Мен саған сұлу деп, жас деп қызықтым ба? Болмаса, Есенейдің орнына Есеней болатын адам деп қызықтым ба? Оны өзім де біле бермеймін. Мен баласы жоқ, ұрпақсыз қалған адаммын. Ұлым да, қызым да, жарым да жалғыз сенсің күнім. Күнімдей жарқырап, ел жұртыма кейде айбынды, кейде мейірімді қарап. Ордамызды жалғыз толтырып отырсаң, Құдайдан сұрар басқа бір тілегім жоқ. Міне балалар, өздерің көрініс көрдіңдер. Осы көрініс арқылы мен өздеріңді ширықтырып алғым келіп отыр. Ұлпан өзін арзанға түспейтін қызбын деп бағалады. Ұлпан өзін асыра бағалап жіберген жоқ па? Қалай ойлайсыңдар? Осы сұрақтың төңірегінде иә, жоқ деген жауаппен белгілеріңді берсеңдер болады. Жақсы, барлықтарын 100% Ұлпан өзін асыра бағалап жіберген жоқ деген жауап жіберген екенсіңдер. Осы жауаптың дұрыстығына сабақтың өн бойында көзіміз жететін болады. Келесі ашық сұрақ айдары. Бірінші сұрақ. Ұлпан үлкен үйге түсемін деп неге айтты? Яғни Ұлпан Есенейге келісімін берді ғой, қай үйге түссе де бәрібір емес пе? Халқымызда қара шаңырақ деген бар, үлкен үй деген бар. Қара шаңырақта ата-анамыз, әке-шешеміз тұрады. Бәлкім Ұлпан Есенейдің ер азаматтық басын сыйлап, үлкен үйге түсемін деген болар. Және отау үй туралы айтылды. Ата-анамыз балаларын өсіріп, өрбітіп, жеке-жеке отау қылып шығарады. Ендеше Ұлпан жас емес пе? Өзінің жастығын пайдаланып, махаббаттың қызуымен отау үйге түсемін десе, Есеней қарсы болмас еді ғой. Тағы да ойнақ үй туралы айтылды. Өкінішке орай ойнақ үйде бар. Жеңіл ойлы, жеңіл жүрісті адамдардың бас қосатын үйі. Келесі сұрақ. Есеней Ұлпанды ақ нарым деп неге атады? Ақ деген сөз түсінікті. Нар деген кие,
бір өркешті, ұзақ жолға төзімді, шөлге шыдамды жануар екен. Ендеше Есеней Ұлпанды Ақнарым деп атауы тегін емес сияқты. Есеней Ұлпандай қыздың өмірдің қиындығын, қуанышын бірге көретініне көзі жеткендіктен Ақнарым деп атаған болар. Төртінші сұрақ. Ұлпан Есенейге неге бірден келісті? Ұлпан сабағымыздың басында айтып кеткендей әдемі, ақылды, жас. Енді осы жерде мен мынандай бір дүниені айтқым келіп отыр. Халқымызда қыз бала ешқашанда ер балаға ең бірінші болып мен сені жақсы көремін деген сөз айтпаған. Алайда шығармаларды көз алдымызға елестетсек, Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек деген шығармасында еңліктің кебекке бірінші келіп сөз салатынын барлығымыз білеміз. Еңлік өзінің қандай қыз екенін біледі. Кебектің де атын жақсы естіген. Сондықтан кебектей жігітке өзін лайық көріп, бәлкім кебекке өзінің бірінші келген себебі содан болар. Сол сияқты Ұлпанның да Есенейге бірден келісім бергені содан шығар. Есенейдей азаматтың етегінен ұстағанда өзінің өкінбейтініне, өмірінің мәнді болатынына сенген болар. Жақсы балалар, келесі тапсырмамыз жабық сұрақ айдары, яғни мәтінмен жұмыс. Мәтінді тыңдап көріңіздер. Армысыздар ағалар. Қаршығалы шұбарын паналап қонып қалған үш ауыл кірме күрлеуіттің арызын айта келдік. Биыл қыс осында жан сақтаймыз ба деп, жаз бойы қорып келген жеріміз еді. Жетісіп отырған ел емеспіз. Сорлының зары арлығы кездескей деп жіберіп еді. Айтар арызымызға құлақ ассаңыздар екен. Аңшы Мүсіреп Есенейге жарамсақтанып, жігіттің арызын аяқтатпай киіп кетті. Тоқта деген соң, сүйреңдемей тоқта бала. Ауылыңа сәлем айт. Есеней аға сұлтанның ат тұмсығын тіреген жеріне таласып әуре болмасын, деді. Жігіт те іркілген жоқ. Есенейі жоқ елді де ел екен. Жұрт екен десеңіздер, қара өрттей қаптап келе жатқан жылқысының бетін кейін бұрсаңыздар екен. Осы арызымыз. Осындай өжет жастарды Есеней қатты ұнататын еді. Жиырмаға келмеген бала жігіттің сөзінде нәрде, зәрде бар екен. Осы мәтіннің төңірегінде екі сұрақ қойылады. Бірінші сұрақ. Сорлының зары арлыға кездескей деп жіберіп еді. Біздің арызымызға мойындарыңызды бұрасыздар ма деп айтқан кім? А. Аңшы Мүсіреп. Ә. Ұлпан. Б. Түрікпен Мүсіреп. Екінші сұрақ. Осындай өжет жасқа Есеней қызыға қарайтын. А. Арманы өжет жас тәрбиелеу еді. Ә. Ел басқаратын адам болмағандықтан. Б. Көрсе қызарлықтан. Енді балалар, осы жерде назар аударатын мәселе, мәтіннің ішінде осы сұрақтардың ешқайсының жауабы жоқ. Алайда, шығарманы толыққанды зерделей оқыған балаға бұл сұрақтың жауабын табу ешқандай қиындық тудырмайды. Жақсы балалар, халқымызда бір кем дүние деген қанатты сөз бар. Осы Есеней Ұлпанға дейін қандай еді? Ұлпанға дейін кім еді? Әрине, Есеней Ұлпанға дейін Керей Уақ руының билігін уысында берік ұстаған, мықтап ұстаған беделді биі. Атақты байы, найзагері, жауынгері, атақты батыр. Солай бола тұра Есенейдің жүрегі жаралы.
Есенейдің іздегені не? Есенейдің армандағаны не? Есенейдің армандағаны мейірім, сүйіспеншілік, жылулық, отбасы жылулығы, отбасы құндылығы. Халқымызда ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деген керемет қанатты сөз бар. Есенейдей ер азаматтың жаралы жүрегін жылытқан, несібелідей анадан тәрбие алған бүлдіршін бала елдің анасына айналған Ұлпан екен. Есеней мен Ұлпанның арасы 40 жыл. Екеуінің махаббаттарының өлшемдерін Мұхтар Шахановтың мына өлеңінен тыңдап көріңіздер. Нағыз махаббат дегеніміз шырқау сана биігінде бас қосу және дара талғам қасіреті. Бір шындықты сезін алмау әр тағдырға салар мұң. Жер бетінде 7 миллиард адам болса, солардың жарысынан астамы әйел, қалғаны еркек емес пе? Соның бәрі шыққандай боп мүлде дара белеске бір-бірімен тағдыр қосып, таңы бірге атады. Және оны әрқайсысы махаббат деп жатады. Үйленудің бәріне жұрт махаббат деп қарайды. Тіпті перзент өрбітуді махаббатқа балайды. Адам түгіл қай жануар, қай жәндікте бала жоқ. Оларда тек адамдағы алғыр сезім сана жоқ. Сүю парқы мүлде бөлек, ол даңққа кім ие? Я, махаббат дегеніміз мүлде бөлек дүние. Әр адамға мұны ұғынбай айқындалмас келешек. Махаббатты ең биік шың Эверестке теңесек, көбейсе де әлгі өршінға бағыт алған қадамдар неге тымаз сол биіктен бой көрсеткен адамдар. Сезім мен ой кестелер, мазмұн парқы сәйкес келер. Шын махаббат рухсыздықпен, пенделікпен қоштасу. Эвересттей шырқау сана биігінде бас қосу. Заңғар сана биігіне шығар кімнің бағы бар? 10 мың, бәлкім 100 мың жұптан 2 жұп табылар. Рух сана жалғыздығы ең азапты жалғыздық. Жары өрлер заңғар шыңға ілеспеу не тырыспау. Тырыспаудың бас себебі рухтауда туыспау. Дәл осыдан басталады ұғыспау мен шығыспау. Міне балалар, Есеней мен Ұлпанның махаббаты сана биігінде кездескен екен. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.